Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керемет дәмді кесе қуырдақ дайындайтын боламын. Осындай болып шығады кесеге салынған. Дәмі деген ерекше, тіл үйіретін. Жасалу жолы оңай. Осылай кеселерді бір кеселерімен алып жей бересіздер сыртымен. Жақсы дәмді. Оған керекті затым: картобым, сәбізім, етім. Осы етімізді қуырдаққа турағандай етіп турап аламыз еттерімізді барлығын. Кез келген еттен бола береді жасауға. Қой еті, сиыр еті, жылқы еті бәрінен де болады. Осындай ерекше дәмді тағам дайындаймыз. Міне туралғанда етті осылай турадым. Уақыт та емес, ірі де емес, орташа. Етін турап алдым барлығын осындай етіп. Енді бізге керегі картоп пен сәбіз. Оны да осылай үлкен етіп турап аламыз. Өздерің қалауларыңыз бойынша картоп, капуст, қырыққабат, жуа бәрінде салуға болады. Мен үйдегі бар картоп пен жуадан жасадым. Керемет, дәмді. Сыртымен де жеуге беретін тағам. Картопымыздың барлығын осылай турап аламыз барлығын. Біркелкі етіп картопымызды тураймыз. Енді сәбізімізді де турап аламыз. Өз қалауларыңызға қарай сәбізді де. Осылай бәрін турап алдым. Енді мен осыған қамырын басамын. Менде ерітілген сары май. Керекті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Оған бір дана жұмыртқамды салдым. Осылай араластырдым еріген сары май екеуін. Мен кішкене сүт қостым. Әбден араластырып аламыз майын, сүтін, жұмыртқасын. Енді осыған електен өтілген ұнымызды саламыз. Қасықтың көмегімен жайлап былғап аламыз. Бір массаға келгенше. Осылай етіп былғап алдым барлығын. Енді мен тағы да ұн салып жіберіп, қолымыздың көмегімен жасаймыз қалған. Керемет, дәмді қуырдақ кесе. Міне осылай етіп, жұмсақтау етіп, қамыр басып аламыз. Жұмсақ қамыр. Қолдарыңызға жабысатындай етіп, жұмсақтау қамыр болады. Осыны салафанға салып, бір
15-30 минуттай тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене. Таза салафанға салып тоңазытқышқа қоямыз. Оған дейін қуырдағымызды салып пісіре береміз. Міне менде дайын қамыр. Мен 5 кесе жасаймын. Бір жұмыртқа, жұмыртқаны бетіне себетін күнжіт. Міне осындай жұмсақтау қамыр болады. Осыны енді мен 5 кесе жасаймын. 5 кесеге бірдей етіп бөлшектерге бөліп аламын. Бұны енді дөңгелектеп қолымыздың көмегімен жасап аламыз барлығын. Міне бәрін жасап алдым. Енді кішкене ұн сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен жаямыз ұнымызды, қамырымызды кәсенің көлемінде етіп. Міне менде кәсенің көмегінде етіп, осылай жайып кәсеме салдым. Екіншісін солай тағы илеп аламыз. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Самсаның тек қамырындай болып шығады. Пісіп барлығы дәмі деген. Осылай етіп барлығын жайып, кәселеріміздің бетін жауып салып алып береміз. Міне мен 5 кесені жасап салдым. Енді осыған жұмыртқамыздың жағамыз. Айналдыра түгел. Сонда қамыры қатпай, самсаның тестісіндей болып күтірлеп шығады. Міне барлығын жұмыртқамызды жағып алдымыз осылай етіп түгел. 5 кесеге де. Әбден барлық шетіне жеткізіп жағасыздар. Енді менде осында күнжіт себеміз енді. Өз қалауларыңыз бойынша салуға болады, салмасаңыздар да болады. Міне осылай барлық жан-жағына күнжітімізді себеміз. Күнжітімді де сеуіп болдым. Осындай болып шығады. Енді осыны қызып тұрған пешімізге салып пісіреміз. Отыз 40 минутта піседі. Оған дейін міне кесенің ішіне салатын қуырдағымызды пісіреміз. Майымызды құйып, табамызға ысытып аламыз. Оған етімізді қуырып аламыз. Араластыра отыра осылай барлығын
қуырамыз. Енді кішкене су құйып, бетін жауып, қайнатып аламыз 20 минуттай. Міне менде қайнап пісіп жатқан еті. Енді осыған туралған жаңағы картофелімізбен сәбізімізді саламыз. Тағы бір бұлғап қоямыз. Енді осыған татымына қарай тұзын, бұрышын, лавр жапырағын, чесногын салуға болады. Осылай етіп бәрін салдым. Енді осыған кішкене су құйып, бетін жауып, піскенін күтеміз. Оған дейін кесемізде пісіп дайын тұрады. Кесе қамырымыз наннан жақылған. Кішкене су құйдым. Менде дайын болды. Қуырдағым да дайын, кесем де дайын, мен самсамда. Осындай болып пісіп шығады кесемізден. Кеседен оңай алынады піскесін. Осылай бар кішкене етіп аламыз шайқап. Осындай болып шығады кеселеріміз. Шай ішетін кесеге салып пісірдім мен. Ол өздеріңізге қарайсыздар. Осындай қамыры шығады кесесінің. Самсаның қамыры сияқты қамыры дәмі дейтін ерекше дәмді күтірлеп тұрады. Осыған енді піскен қуырдағымызды саламыз үстіне. Керемет, дәмді. Осындай болып шығады. Енді менде ас көкпен бетін осылай саламыз. Тамағымыз дайын. Осындай болып шығады тамағымыз. Картофеліміз, кесеміз осылай. Осылай бір өзін салып жей берсеңіздер болады. Қамырымен қосып жейсіздер нанын. Мен 4-еуін жасадым. 3-еуі нелі болып тұрғасын. Тысқа салуға ыңғайлы. Осындай
тағам. Дәмі дегенде ерекше ғой. Жасап көрсеңіздер білесіздер тамағын. Ас болсын. Рахмет баршаға. Сау болыңыз.